Әлімбек 15 жыл отасқан әйелмен заң жүзінде ажырасып, өзінен 10 жас кіші жас қызға үйленді. Кәдімгідей құда түсіп, қыздың ата-анасының рұқсатын алып, кішігірім тойды үйінде жасады. Әлімбектің бала кезінен досы Еркін екінші рет үйлену тойының басы-қасында жүрді. Қыздың ата-анасымен сөйлесу рәсімінде құдалығында ұзатылған қызды алып шығуға сөзінің икемі бар болғандықтан, Еркінді Әлімбек зор өтінішпен қасынан тастамайды. Алайда Еркіннің әйелі Кәмшатқа күйеуінің той қамындағы әрлі-бері жүрісі мүлде ұнамады. Әлімбектің жас қызға үйленуіне қарадай қарап тырысып, екі сөзінің бірінде Еркінді қағытып сөйлейтін шығарды. Немене, сен кірген шыққан сайын айнаға қарағыштап, үсті басыңа әтір сеуіп, өзің үйленетін сияқты қуанып болып жүрсің ғой. Үйдің жұмысын ұмыттың, баланың сабағын қарауға да уақытың болмай қалды. Мүмкін сенің де екінші рет жас қызға үйленуге көңілің кетіп жүрген шығар, деді. Ашуын жасырмай Еркінге бір күні Кәмшат. Әй Кәмке, сенде ақыл бар ма десем, түк те ақылың жоқ екен ғой. Біздің ғой ұл қызымыз бар, ұрпағымыз өсіп келеді. Әлімбекке бұндай бақыт бұйырмаған соң, амалсыздан екеуі ажырасып отырған жоқ па? Сәуле деген қандай әйел әйтпесе, сирек кездеседі мұндай мықты әйел. Қанша сүйсем де осылай істеуге тиістімін. Екеумізде ортақ бала болмады, кінә сенде емес, мен жақтан болып тұр. Білді ер азамат, өзіңді ұрпақсыз қалай қалдырамын, қысқасы бақытты ете алмадым. Қазір өкінбегенмен кейін өкініп қалмас үшін басқа қызға үйленіп бақытты болуың керек. Саған жақсы әйел болатын жақсы қызды өзім тауып та қойдым, сөз жоқ. Құдай қаласа ұрпақты боласыңдар деп, 12-де бір гүл ашылмаған, жамағайын сіңілісі болып келетін Күлшаринаны өзімен таныстырып, оған қызды көндіріп, содан соң заңда ажырасуға сотқа өзі арыз берген жоқ па? Бұған Әлімбекті көндіруде оңай болған жоқ. Сен ғой маған сөйтпес едің. Сәуленің ер азаматтан жоғары адамгершілігі, Әлімбекті шын сүю осыдан көрінеді. Қазіргі әйелдер соның ішінде сен де барсың. Күйеуіне әйел алып бермек түгілі, үйттің қарадай қызғанып отырғаны. Ата-бабамызда небір текті әйелдер болған ғой. Содан келіп бүгінгідей ұрпақтар жалғасқан. Әлімбекке тілексек болайық қайта. Біз сияқты ұл қыз сүйсін. Оның қасында мен жүрмегенде кім жүреді? Неменесіне тарыласың сен? Болды, қысқарт. Қызғаныштың да орны болады, деп сөзді бірақ кескен. Дүниеде екі қызғаншақ адам болса, соның бірі Кәмшат болатын. Оны Еркін жақсы біледі. Соған қарамастан Еркін әйелін өте жақсы көреді. Ыңғайы келсе әйелін қызғандыратын жайттардан бойын аулақ ұстайды. Отбасының ырыл-жырылы болғанын қаламайтын. Бір демалыс күні Кәмшат жұмыстағы келіншектің туған күні болатынын, ал өз кештеу келетінін ескертіп, сол шараға кетті. Үйде үлкен ұл 11-ші сынып оқитын Мұрат, 8-ші сынып оқитын қызды Жанатпен қалған. Еркін теледидарға қарай шаршап диванға басын қойып енді қисая берген сол еді. Үстел үстіндегі мобильді телефон шылдыр ете қалды. Көтерсе досы Әлімбек. Қайдасыңдар, үйдесіңдер ме? Біз Күлшира екеуміз демалыс болған соң өзен жағалауында таза ауада қыдырып шықпақшымыз. Сендердің үйлерінің қасында жүрдік. Еркіндерге барып бір-екі кесе шай ішейік. Олар одан кейін бізбен қыдыруға шықса алып шығайық деп мен телефон соғып тұрғаным ғой. Іші пысыңқырап отырған Еркін қуанып кетті. Келіңдер, дұрыс болды. Үйдеміз дей салды. Тәпіштеп түгел айтпай-ақ қояйын деген оймен өздері үстелге дастархан жайып шай әзірлеуге кірісті. Қызы Жанатқа да тапсырма беріп жатты. Ұлын бар тез қонақ келе жатыр. Ана дүкеннен шайға торт әкел деп жұмсады. Сөйтіп Кәмшатсыз-ақ мұздатқыштан оны-мұны алып салқындатылған етті турап, үйдегі бармен дастархан үстін 5 минутта жайнап тастады. Кеш жарық, шақырусыз қонақ болып келіп қалдық. Айып етпеңдер, өзім сынып келдік деп, Әлімбек жаңа келіншегі Күлширамен кіріп келді. Келгендерің дұрыс болды, жалғыз өзім ішім пысыңқырап отыр едім. Кәмшат бір қызметтестерінің туған күніне кетті, келіп те қалар деп Еркін әлде үйреніспеген Күлшираға барынша ықылас көрсетіп, қолынан ұстап жоғары шығарды. Дастарханның бұларды әдейі күткендей әзірленіп тұрғанына Әлімбек те риза болып қалды. О, мына үлкен мәзір дастархан ғой, қалай реттеп қойдың бәрін табан астында, деді ақ жарыла күліп. Бір ұл бір қыз бар жұмсайтын, соларды жұмсадым. Ертең сендер де біздей болып, Алла қаласа ұлды қызды болып рахатын көресіңдер, деді Еркін оларға. Айтқаныңыз келсін деп Күлшира мен Әлімбек қатарласа тіл қатты. Енді Күлшираны өзіміз арнайы шақырамыз, үйді көрсетеміз деп жүргенде өздерің келіп қалдыңдар. Оқасы жоқ. Алда ол да бола жатар. Осы кездескенімізге деп бір вискиден екеуміз тартып жібермейміз бе? Күлшираға іштеп айтпаймын, деді Еркін. Бардың ішінен бір әдемі құтыны алып жатып, жарайды, сөйтсек сөйтейік. Көңілді қайтармаймын. Тек бір ғана реттен болсын, деді. Екі дос стакандарын соғыстырып, вискиден алып қойды. Балалар бізбен отырып тамақ ішпей ме, деді Күлшира осы үйдің балаларына алаңдағандық білдіріп. Олардың тамақтары тоқ.
Өздері қазір әрқайсысы өз бөлмесінде, үлкендердің сөзін тыңдағанша сонда бола бергендер дұрыс деді Еркін Күлшираға. Осы кезде есік сыртынан келген Кәмшат дәлізде бөтен аяқ киімдерді көрді және үйде адамдар барын біліп, аяғын еппен шешіп бұл кімдер болды екен? Мен жоқта келген деп есік сыртынан тыңдай бастады. Дастархан басында Еркін отырған үшеу әңгімелерін жалғастыра берді. Еркін Күлшираның ұзатылу тойында әне бір сары шашты қыз бар еді ғой. Есінде ме екеуің қайта билеп едіңдер? Аты кім еді? Күлшира айтшы. Меруерт дейсің ба? Иә, Меруерт осында жұмысқа ауысыпты. Күлшираның нағашыларының қызы екен. Енді сол қызды үйге шақырамыз. Кәмшат екеуің сонда келіңдер. Өз тұрмысқа шықпаған қыз көрінеді. Осы қаладан енді маған жігіт тауып беріңдер деп әзілдеп қояды маған. Мына сөзді есіктің сыртынан естіген Кәмшат жұлқына есікті ашып ішке кіріп келді. Мадам Кәмшат келді. Біз келіп қалдық. Күйеусіз кеш мезгілінде қайда жүрсіз қыдырып деп. Әзілде Әлімбек орнынан түрегеліп құшағын жая ұмтылды. Қазір өзің сияқты еркектер жас қызға көз сала бастаған жоқ па? Біз сары қарын бәйбішелер содан кейін бөлекше қыдырамыз да, солай емес пе Еркін? Неге үндемей қалдың? Деді көзі ежірейген күйеуіне. Так, тұра тұр. Кәмке, бүгін үйге бұрын есік аттамаған қонақ келіп отыр. Байқап сөйлеу керек. Давай тез киіміңді ауыстыр да мына шайыңа ие бол. Мен сенің орныңды жоғалтпай, балаларды жұмсап, мына дастархан жайып қойдым. Тезірек кел. Қалған сөзді екеуміз сосын оңаша қалғанда жалғастырамыз деп, Еркін әйелінің нені меңзеп отырғанын алты қырдың астынан біліп сыпайылыққа шақырды. Осы кезде Күлшира күйеуінің құлағына сыбырлады. Шамасы кетейікші, ят қой деген болу керек. Қой ұялма, сендер Кәмшат екеуің әлі-ақ үйренісіп кетесіңдер. Бұл Кәмшатқа бар ғой, жететін әйел жоқ. Еркіннің бағына жаралған әйел. Қонақ күттісі, ас дайындау сосын бар ғой. Әсіресе кондитерлік шеберлігін айт. Торт дейсің бе, құймақ дейсің бе, Құдай-ау, істемейтін пәлесі жоқ. Сен осы Кәмшаттан бәрін үйрен. Әй, киім тігетін шеберлігін айтпай кеттің ғой, деді осы кезде Еркін де әйелінің қабағының қыртысы жазылсын деген оймен даусын қаттырақ шығарып. Иә, онысы да бар екен-ау. Общым бар ғой, біздің Кәмшат 10 саусағынан өрнері тамған әйел деп сөзін жалғастыра берген Әлімбекті арт жақтан келген Кәмшат тоқтатты. Қоя ғой шенді, өтірік майын тамызып айта бересіңдер. Сөзді мөлдіретіп айтқанда тілдерінде сүйек жоқ қой, Еркін екеуінің. Біз расын айтамыз Кәмшат дегенде Еркін мен Әлімбектің дауыстары қосарланып бірден шықты. Мақтаған сөзді кім жеп көрсін? Кәмшат әзірге сыр білдірмеуге тырысып үйге келген қонақтарда қайдан келе жатқандарын сұрады. Еркіннің өз жоқта айтқан сөзін тірілтіп Күлшира екеуін арнайы үйді көруге шақырғалы жүргенде айтып өтті. Бұл сөзіне Еркін де қуанып қалды. Жас ерлі зайыптылар бұдан соң көп отырған жоқ. Қой, жолай өтіп бара жатып кіріп кетеміз деп көп отырып қалдық. Сендердің мазаларыңды алып білдім. Кешіріңдер, демалыңдар енді деп дастархан басынан тұра бастады. Олар есіктен шығар шықпастан Кәмшат екі бүйірін таянып Еркінге тартып берді. Менің бар ғой, ойлап жүргенім дөп келді. Жолдасың соқыр болса бір көзіңді қысып жүр деген мақал бар емес пе? Сенің досың жас қызға үйленіп еді, сенің де көңілің бұзылып жүр. Мен жаңа есік сыртынан естіп қалдым. Осы қалаға маған жігіт тауып беріңдер. Келіп жатқан қыз кім? Айтшы, сендер ана жақта тойды әбден бірге билепсіңдер ғой. Сол қыз мен білсем сен үшін келіп отыр қалаға, бітті. Мені ақымақ еткің келе ме? Жұрт көзінше көлгірсіп, анаған шебер, мынаған шебер деп өтірік мақтағаның керек емес. 15 жыл бірге тұрдым. Енді сендей құбылмалы адаммен бірге тұра алмаймын. Саған рұқсат. Бар, кімге кеткің келсе соған кет. Сол танысқан сары шашты қызыңа. Аттың сыры иесіне мәлімдеген. Еркін дәл қазір Кәмшатқа бір нәрсені түсіндірудің пайдасыз екенін біліп, төсегіне барды да жатып ұйықтап қалды. Ертеңіне жексенбі. Ұйқысын қандырып оянса ас бөлмесінде ол мен қыз шай ішіп отыр. Мамаларың қайда, деді Еркін балаларына. Қызы қолына бір қағазды ұстатты. Қағазды алып қара сүлкен әріптермен айдақ-сайдақ жазылған Кәмшаттың қолы. Мен Алматыға көктем санаторийіне кеттім. Сенің өзіңді де көргім келмейді. Өтірік сөзіңді де естігім келмейді. Балалар өсті. Бізде енді не түсінеді? Ана сары шашты қызыңмен емін еркін бола бер. Сен үшін келген екен осы Қарағандыға. Мені еш нәрсе түсінбейді дейсің бе? Мен бәрін білем. Маған телефон соқпа. Мен бәрібір жауап бермеймін. Балаларға өзің ие бол. Пап, не болды сіздерге? Мамам қатты ренжіпті ғой. Сары шашты қыз нес сізге айтқан, деді. Қызы бірінші болып сұрақ қойып Еркінге. Сенің шешең де айта береді, қызғанып. Жарайды, мамаң шамал уақыт санаторийде бойын жазып келсін. Мүмкін шаршаған шығар деп Еркін Кәмшаттың бұл жолғы әрекетінің мүлде сорақ екенін білсе де, балаларының алдында елеусіз нәрсеге айналдырып ештеңе деген жоқ. Алматы қаласының 2-ші вокзалынан пойыздан түскенде такси деп тұрған жерге келіп Кәмшат көктем санаторийіне қайсысын апарасын деп сұрақ қойған сол еді. Жан-жақтан дауыстар.
Мен деп қосарлана шықты. Қасыңызға өзге біреу бар ма әлде өзіңіз бе деп сұрақ қойды. Шет жақтан бір жас жігіт, көрікті екен. Үстінде әдемі джинсы шалбары мен костюмі бар. Өзіммін. Қанша аласыз? Қазірден ашып айтыңыз деді Кәмшат. Мен ол жаққа дейінгі таксидің құнын жақсы білем. Сырттан келген адам деп алдаймын деп ойламаңыздар. Сол жерде менің әпкем тұрады. Жиі келемін. Сондықтан артық еш нәрсе маған қазір айтпаңдар. Өзіңіз әдемі келіншек екенсіз. Соншама не болды сізге? Біздің осы тұрған бәріміз сұлу келіншектерді апар деген жеріне тегін апарып тастаймыз. Алаң болмай отырыңыз. Жүгіңізді мен көтерейін деп жаңағы көрікті жігіт еркінсіп Кәмшатқа. Тегін апармай-ақ қойыңыз, ақыңызды төлеймін. Бірақ артық айтып алдау болмасын деді Кәмшат. Нықтап айтып қоймаса болмас деген оймен машинаның артқы орындығына жайғасып отырып. Рөлге отырысымен такси айдайтын жігіт алдындағы айнаны Кәмшат еркін көрініп отырсын дегендей бұрыңқырап қойды. Танысып қояйық, менің атым Талғат. Осы Алматыда тұрамын, сіздің де есіміңізді білгім келеді деді. Мен сізге жай бір реттік жолаушымын, таныстық мүлде керек емес те шығар. Қазір санаторийде түсіп қаламын, болды. Не үшін танысамыз? Меніңше оның қажеті жоқ деді Кәмшат. Бірден қолын ұсынған ер адамға елп ете қалмайын деп бетін қайтарып. Қазақта мақал бар ғой. Жүздің түсін білгенше бірдің есімін біл деген. Онда танысып қояйық. Қалауыңыз білсін деді Кәмшат жігіттің иығына жығылып. Сөйтті де тағы сұрақ қойды. Көп күнге келдіңіз бе? 10 күн тура боламын. Осы 10 күн ішінде сіз Алматының еш жеріне де бармайсыз ба? Оны әлі шешкемін жоқ, демаламын. Содан соң ойластырамын. Кәмшаттың аузынан шыққан әрбір сөз дік-дік етіп әлдекіммен ұрысып тұрған сыңайда шықты. Оны өзі аңғарған жоқ. Сіз меніңше үйден біреуге немесе бір нәрсеге ашуланып шыққан сияқтысыз. Егер дәл таппасам кешіріңіз. Иә, оны қайдан білдің? Дәл солай. Күйеуіңізге ашуланып шықтыңыз ба? Немене, сіз мені зерттеп отырсыз ба? Осы әйел көрсе өз қалпынан өзгеріп, не болса соған жабысып тұратын еркектерді қаламаймын. Біздің жаратылымыз солай ғой. Әдемілерге қызығамыз, сосын жабысқымыз келіп тұрады деп күлді жігіт айнадан Кәмшатқа қарап. Сонымен сіз күйеуіңізге ашуланып шығып, бүкіл ер адамға ашу шақырып отырсыз ғой, иә? Кәмшат үндеген жоқ, естімегендей отыра берді. Сіз де әдемі келіншекті неге ашуландырады екен, ә? Әйел дұрыс бағаламаған адамды жаным жеп көреді. Сіз де менің күйеуім секілді бір кездескен жанға мақтауды аямайды екенсіз. Мені қайдан білесіз қандай адам екенімді? Мүмкін жаман әйел шығармын. Олай деп айтпаңыз, сіз нағыз тамаша әйелсіз. Сыртқы сұлулығыңыз өз алдында. Сіздің ішкі жан сұлулығыңызды мен бірден сездім. Жігіт айнадан Кәмшатқа қарады. Осыдан кейін диалог тоқтады, екі жақ үнсіз қалды. Мына жігіт жаман емес секілді деп ойлады Кәмшат. Мына әйел жақсы әйел сияқты деді жігіт ішінен. Бірақ менен сәл үлкендеу болар. Жасында не тұр? Курортқа күйеуіне ашуланып кетіп қалса, ақшасы көп, жағдайы жақсы біреудің ерке әйел болғанды ғой. Міне, сіз айтқан жерге келіп те қалдық. Егер қалада жұмысыңызбен болып такси шақыртыңыз келсе, мені шақыртыңыз. Апарып алып қайтамын. Мына менің телефоным деп жігіт өзінің телефон номер жазылған қағазын ұсынды. Мен сізге қанша төлеймін қызметіңізге деді Кәмшат. Сөмкесін ашып, әмиянның ақшасын шығара. Еш нәрсе төлемейсіз, сіз менімен танысқыңыз келмеді ғой, сол үшін сізге риза болдым. Жақсы әйел екеніңізді көрсеттіңіз. Менің сізге осы қалаға келгеніңіз үшін ыстық ықылас білдіргенім деп есептеді Талғат. Ой, жоқ болмайды. Мен сізге тегін әкел деп айтпадым. Алыңыз. Жарайды, алмасаңыз мұнда қалдырам деп Кәмшат орындыққа ақша қалдырды да, менің атым Кәмшат болады деді қолын жігітке созып. Міне енді дұрыс болды. Мен қажет болса маған телефон соғыңыз. Егер мен сізге телефон соқсам қалай болады? Маған қатты ұнап қалдыңыз. Мүмкін сіз осында болған күндер асықпай кеңірек сөйлесіп сырласып дегендей бір жерге шай ішуге шақырсам қалай қарайсыз? Кәмшат бірден жауап беруге ыңғайсызданды. Бірақ та еркін басқа қызбен бірге болғанда мен неге болмаймын? Ол жас қызбен болса мен де жас жігітпен болайын. Мына жігіттің өзі маған қол созып тұр деген ой басына келе қалды. Жарайды, мен бұған кейін жауап беремін. Алдымен орналасып алайын. Сізге көп рахмет деп қоштасты Кәмшат. Кәмшат санаторийге келген соң өз сөзінде тұрып еркіннің соққан телефонына жауап берген жоқ. Ұлы мен қызына анасы болып, мен кеткен соң жағдайларын қалай деп бірден хабар білмеді. Ал еркін болса үй жағдайы мен жұмыс жағдайы арасында жүріп алғаш рет телефонына жауап бермеген соң көп күн емес қой. Ашуы басылған соң үйге қайтар деп қайыра телефон соқпады. Кәмшат неге екені белгісіз, санаторийдің сан алуын емін алуға құлқы болмады. Ертеңмен тұрып асханаға да барған жоқ. Ұйқысы қанша ұйықтап сол жерде косметологтардың қызметін алып, бет-жүзін әрлендірді, қасы көзін боятты, кірпігін ұзартты. Кәмшаттың бұрында әдемі өң одан сайын жасарып көрінді. Бөлмеге келіп үйден алып шыққан көйлектерінің бірін киіп көріп тұрған. Дәл сол сәтте мұнда таксимен әкелген Талғат звондады.
Мен сізге келіп тұрмын, егер уақытыңыз болса қалаға шығуға қалайсыз? Сіздің баратын жеріңіз болса апарайын, егер ондай жоспарыңыз болмаса, мен сізді өткенде берген уәдем бойынша бір жерге оңашаға шай ішуге шақырайын деді. Кәмшат қуанып кетті. Ой, сіз жұмыс істемейсіз бе, уақытыңызды бекер бөлдіңіз деп бергенде ар жақтан жігіт сөзін бөлді. Сіз осында Алматыда жүргенде менің басты жұмысым сізге қызмет ету. Басқа жұмыстар күте тұрады деді. Шын ба деп наздана тіл қатты Кәмшат. Шын, әрине шын, оны дәлелдей аламын. Тек өзіңіз бірге шығыңызшы бүгін менімен. Онда күтіңіз. Бір 10-15 минуттан соң шығамын деді Кәмшат. Үстінде көйлектен басқа тағы бір көйлекті киіп көрді. Ол да әдемі көрсетті. Осы көйлекпен шығайын деп шешпестен үстінде қалдырды. Аяғына без өкше туфли киді. Қолына жеңіл ақ сөмке ұстады. Жұмысында үстіне үнемі ақ халат киіп жүргендіктен бұрынғы келбетінен бүгінгі түр басқа көйлек киген соң ба өзіне өзі басқаша тартымды әр жас көрінді. Сөйтіп түзу балтырлары аяғын тықылдата басып санаторийдің алдына шықты. Қолында бір букет қызыл гүл ұстаған Талғат Кәмшатты алдынан қарсы алды. Үстінде ол да басқаша киім киіпті, жарасып тұр өзіне. Айтары жоқ, өте сымбатты жігіт. Міне, мына гүл сізге деді Талғат Кәмшатқа. Кәмшат риза болып қалды. Сізді нағыз қор қызы дерсіз, бүгін тіпті сұлусыз деді Талғат өзінің шын сүйіспеншілігін білдіріп те қойды. Ал кеттік пе? Қайда барам, сіздің жоспарыңыз бойынша? Әлде менің жоспарым бойынша ма деді машинаға отыра бергенде Талғат Кәмшатқа қарап. Сіз гүл әкелген екенсіз, бүгін сіздің жоспар бойынша болсын деді Кәмшат. Міне дұрыс болды. Бүгін ауа райда жақсы болып тұр. Бірақ түстен кейін жаңбыр жауады деп хабарлағаны бар. Бізде Алматыда жақсы адамдар келген күн осылай ашылып тұрады. Қазір көрдіңіз ғой, жарқыраған күн көзін. Сізге Көктөбе жаққа жаңадан ашылған кафені көрсетемін. Таяуда ғана іске қосылды. Сіз екеуміз бірнеше соған барып шай ішеміз. Алматының ең жоғары жағынан таза ұшытып төменге қараймыз, қыдырамыз, әңгімелесеміз. Машинаны бір жерге қоямыз. Маған сіз бүгін ерекше бақыт сыйлап отырғаныңызды білмей отырсыз. Мен қазір өте бақытты жан болып келе жатырмын. Алатаудың төбесіне төбем жетіп қалғандай сезінудемін деді Талғат толған іспен. Шыным екен, жоқ өтірігім ау, осы Алматыда менен басқа әйел құрып қалып па бүгінге дейін? Сенейін бе, сенбейін бе? Өзі болса көрікті жігіт, үйленген шығар, әлде ажырасқан біреу ме? Менен жас кішілеу ме қалай? Неғып мені көріп жабыса қалды? Басқа сыры бар ма деп үлгерген жоқ Талғат. Артына жартылай бұрылып тағы тіл қатты. Кәмшат, мына нәрсеге келісейікші екеуміз. Сіз менен сұрамаңыз. Отбасым бар ма жоқ па, мен де сізден сұрамаймын. Сіз екеуміз ғанамыз. Мен айттым ғой сізге кеше бірден. Сізді өте жақсы көріп қалдым деп. Сондай-ақ сізде маған көңіліңіз мүлде теріс болса, бүгін бірге менің жоспарым бойынша шығуға келіспес едіңіз. Я солай ғой. Олай болса бүгін сіз және мен, басқа ешкім жоқ. Ортаға ешкімді араластырмаймыз. Келістік қой Кәмшат? Келістік деді Кәмшат. Сіз мен ойлағандай өте ақылды әйелсіз. Талғат сол қолына рөлді беріп, оң қолымен артқы салондағы Кәмшатқа қол созды. Кәмшат та оған қолын берді. Талғат Кәмшаттың саусақтарын ұзағырақ қысып ұстады. Олар Көктөбеге келгенде бағанағы ашық күннің көзі бұлттанып, биік Алатау басынан ашулан бұлттар әлдеқайда асыққандар үдіре көшіп бара жатты. Тау бөктерінің самал желі кеуденің тынысын аша түскен. Бұл керемет табиғат құбылысына Кәмшат сүйсініп Көктөбеге келгеніне риза болды. Алысырақ табиғат аясында жүруге аяғына киген біз өкше туфли ыңғайсыз болғандықтан Талғат екеуі жүргіншілер қызықтап жүретін тротуардан әрі салмай тау бөктерін тамашалап әрі-бері қол ұстасып жүрді. Мен сізді судай жаңа кафеге шақырамын. Дастархан мәзір, алуан түрлі. Кафеде отырып шай су ішкен соң бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз деді Талғат. Қатар келе жатқан Кәмшаттың саусағын ерніне апарып сүйіп. Кәмшат қарсылық білдіріп саусағын тартып алама деп ойлаған, бірақ олай етпеген соң екеуі ғашықтардай қол ұстасқан күй кафеге кірді. Сол кезде сыртта асыр-тасыр жаңбыр құйып берді. Сырттағы қыдырушылар сықылықтай күліп кафеге бірінен кейін бірі келіп, су болған киімдерін сілкіп-сілкіп, енді мына жаңбыр басылғанша кафеде амалсыз бір нәрсе ішуге тура келеді деп жатты бір-біріне. Талғат Кәмшатты ең төр жақтағы арнайы оңаша дайындалған дастарханға келді. Сыртта жаңбырдан қашып тығылғандардың ешбір бұлардың қасына маңайламады.